Остеохондроз дегеніміз жалпы ол ауру емес. Остеохондроз дегеніміз қалыпты жағдайда біздің омыртқаларымыздың қартаюы. Яғни мынау біздің омыртқамыздың денесі, мынау қиғаш өсінділері, мынау тік өсінділері. Ортада жұлынымыз бар. Ана ішінде пульпозный ядро дейді. Бұл жұмсақ зат. Сырты сақинамен қапталған, бұл қатты зат. Яғни жұмсақ болғанның бізге пайдасы, бұл жүрген кезде, секірген кезде екі омыртқаның арасында амортизация болады. Яғни бір-бірін жарақаттамай. Остеохондроз дегеніміз не? Яғни мына сақина қандай да бір себептермен жас өте келе, біз омыртқамыз шынықтырмағандықтан, микроэлементтер жетіспегендіктен мына сақинада трещина пайда болады. Яғни шытынайды. Шытынағаннан кейін бұған өте көп салмақ түсіп тұрады омыртқамызға. Түсіп тұрған соң бұл пульпозный ядро, яғни мынаны сәл сыртқа томпайып шығады. Томпайып шыққан кезде бұны протрузия деп айтады. Ал егер сақина тесіліп, ішіндегі пульпозный ядро сыртқа шыққан болса, бұл кезде грыжа деп айтады. Қай кезде ауыртады? Яғни осы грыжа спинномозговой корешок деп айтады, яғни жұлыннан шығып тұрған нервтеріміз. Осыны грыжа қысып қалатын болса, осы кезде ғана ауырады, басқа кезде ауырмайды.